Міне біздің рулетіміз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге де осындай рулет жасауға кеңес беремін. Картоп рулетіне бізге керек 4 орташа картошка керек. 13 жұмыртқа. Алдын ала ашымызды дайындап аламыз. Сыр ірімшік керек және де чеснок, майонез керек. Ал енді бастайық. Дайын болған үккіште өткен картопымыздың үстіне 3 жұмыртқамызды жағамыз. Üstüne tuzumuzu salamız. Karabaşımızı salamız. Жақсылап араластырып аламыз да. Үш ас қасық unumuzu salamız. Жақсылап майлап алдық та. Осының үстіне дайын болған картопымызды саламыз. Біртекті жиямыз, қоямыз. Майонездің үстіне 2 чесногымызды салып дайындап қоямыз. Майонезіміз дайын болды. Енді сырымызды үккіштен өткізіп дайындап қоямыз оны да. Дайын тұрған етіміз жуа, тұз, бұрыш және де су құямыз сәл ғана.
дайын болған фаршымызды іштерге қоямыз. Фаршымыз дайын болды. Бізде дайын болды картошкамыз. Енді осыған үстіне чеснок қосылған майонезімізді жағамыз. Дайын болған фаршымызды саламыз. Бір кеткі болып жаямыз. Бір кеткі жайып аламыз да, бұның үстіне сырымызды, ірімшігімізді саламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоны, жаңадан шыққан видеоны көре аласыздар. Жайлап ораймыз. Қайтадан пешке 10 минуттай қоямыз.